Assalamu alaikum, qadrmenді халайық. Бізден көпшілік оқырмандарымыз Нұрлан имам ағамыз жайлы сұрап жатыр. Жалпы ол кісі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ресми имамы. Солай екен, егер ол кісі қателесетін болса, ол кісіге ескерту беретін, қатесін тоғырлайтын құзырлы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы атты өзі үлкен бір мекеме бар. Демек, солар өздері қателессе қатесін тоғырлайды. Ал егер жалпы ол кісі жайлы менен ойымды сұрайтын болсаңыз, ол кісі шын ықыласымен Алланың дініне қызмет қылып жүрген тұлғалардың бірі дер едім. Ол кісінің кез келген уағыз насихаттарын, яки болмаса кез келген сұхбаттарын, тікелей эфирлерін көретін болсаңыз, бір бұра тартып, яки болмаса біреудің жағымпазданып, не болмаса қандай да бір іс-әрекеттерге дінді бұрмалауға, әдейі саналы түрде дінді бұрмалауға қолдап жатқандығын көрмейсіз. Керісінше, осы дін үшін қам жеп, дін үшін қайғырып жүрген жігіттердің бір екендігін көресіз. Сондықтан да пәлен түген адам қателесті деп жатса, қателеспейтін, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ деңізді тыңдай беріңіз. Ең бастысы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты барша ұстаздарымызды тыңдауға болатындығы жаттарыңызға салғымыз келеді. Алла субхана ва тағала баршамызды Алланың ақ жолына өміріміздің соңына дейін қызмет қылуымызды нәсіп етсін. Хада валлаху алам.